Егер сіз Малайзияға баруды жоспарласаңыз, елде қол жетімді және ыңғайлы кен қоғамдық көлік жүйесі бар. Тез жүретін пойызға және автобусқа мініп, қаланы айналып өтуге болады. Мысалы, Rapid KL бұл танымал қоғамдық автобус, құны яғни проезд жүріп өткен қашықтыққа байланысты. Шамамен 100-500 теңге арасында. Және LRT жеңіл рельсті транзит ыңғайлы нұсқа, оның тарифтері 140-тан 640 теңге аралығында болады. Және де жаңа MRT жаппай жылдам транзиті бар. Бір рет жүру қашықтыққа байланысты шамамен 110-640 теңге. Қоғамдық көліктен басқа сіз Grab сияқты приложениямен машинаны шақыра аласыз. Малайзиядағы Grab сапарының бағасы тағы да жүріп өткен қашықтыққа байланысты. Әдетте ол қол жетімді, қымбат емес. Сол сияқты таксимен жүру бағасы қашықтыққа байланысты өзгеріп отырады. Бірақ сіз 1 километрге шамамен 300-400 теңге төлейтін боласыз. Егер сіз Малайзияда такси ұстағыңыз келсе, оны көшеде табуға болады, және телефон приложениясы арқылы да тапсырыс беруге болады. Малайзиядағы кейбір танымал такси приложенияларының аты MyTaxi, S-Cab және Taxi Mongo кіреді. Далада сауда орталықтарының, қонақ үйлердің және басқа да қоғамдық орындардың сыртында такси тұрақтарын таба аласыз. Таксидің түстері қызыл, көк түсті болып келеді. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Малайзияға келіп, ағылшын тілін оқимын деген мақсатыңыз болса, маған жазып комментария қалдырыңыз.